Қайырлы күн. Каналымның сүйікті көрермендері, сіздерге мен осындай 3D оюдың тігілу әдісін үйрететін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Өте маңызды ақпаратпен бөлісемін. Бізге 3D болғаннан кейін, әрине поролон аламыз. Поролон базарда сатылады. Бестік немесе бірлік деп аламыз. Бұл жерде мен бестігін алдым. Тігілуі сәл оңайлау болады бестіктің. Бірлік кейбіреулер бірлігінде пайдаланып жатады. Бестік бірлік деген 0 бестік. 0 бестік, 0,5 сантиметр, сосын 1 сантиметрлік. Сосын бізге бөз керек болады, немесе мата. Енді әркім әрқалай, кейбіреулер астарына флизелин жабыстырып жатады. Мен бұл жерде бөз 22-лік бөз матадан алдым. Сосын паутина керек болады. Паутина деген клеевый мата. Бұның екі беті де клейленеді. Бізге паутинадан бұл жерде екеу керек болады. Негізі үшеу ғып қиып аласыздар, егер оюды өздеріңіз қолдарыңызбен қиятын болсаңыздар. Сосын основной мата. Мен бұл жерде осындай түстім велюр алдым. Сосын оюға айбари түс мата алдым. Ал енді жұмысымызды бастаймыз. Бірінші бөзді қоясыздар. Бұл жерде енді менде 32-де 32 квадрат қып алынған. 32-де 32 қып алынған. Бөзді астына қоясыздар. Оның үстіне паутина. Паутина шетіне шығып кетпеу керек, әйтпесе ол ыстыққа жабысса, матаға, өтекке жабысып берекеңізді алады. Сондықтан тура кесіп алған дұрыс. Мен алдын ала бұның барлығын кесіп дайындап қойдым. Оның үстіне поролонды қоясыздар. Поролон бұл жерде менде 0,5 сантиметр. Поролонның үстіне қайтадан паутинаны қоямыз. Поролонның астына да үстіне де паутина қоятын боламыз. Оның бетіне тағы бір айтып өтейін. Бөз, паутина, поролон, сосын тағы да паутина. Енді оның бетіне түгін өздеріңіз, бұл жерден де түгін маңызды емес, ою қоятын кезде түгін абайлайсыздар. Паутинаны бетіне әдемілеп матаңызды қоясыздар. Менде енді бұл біз қыз жасауын тігеміз, құрақ көп тігетін болғаннан кейін біз қолмен қимаймыз. Оюды кәдімгідей аппаратқа қидырып аламыз. Бұл жерде менде аппаратқа қиылған. Аппаратқа қиылғаннан кейін асты паутина, астында паутина болады. Мына астында паутина жапсырылған. Жапсырылғанда аппаратқа сағанда паутина қойып қиямыз. Басында айтып өткендей, бізге егер өздеріңіз неғысаңыздар, 3 паутина керек болады. Поролонның астына, бетіне, сосын оюдың астына бөлек қиятын кезде паутина керек болады. Бұл жерде мен паутинаның қиюға, паутина қиюға бұл жерде мен сіздерге көрсеткен жоғым. Менің парақшамда оюды тігіп, оюды қиып жапсыру деген парақшамда видео бар. Соған кірсеңіздер, оюды қолдан қалай қиып, қалай паутина жапсырылады, барлығы айтылады. Енді бұл жерде бұрыштарын әдемілеп қойып аласыздар. Бұрыштарын әдемілеп қойып аласыздар. Өйткені дұрыс түсу керек. Көрпеше тіккеніңізде оюларыңыз қисық болса, көрпешелеріңіз белеп кетеді. Оюларыңыз бетіне жапсырылған белеп кетеді. Сондықтан астында несі шығып кетпесін, паутина шығып кетіндей қылып, дұрыстап туралап аласыздар. Паутина жылжығыш болады, сосын өйстіп жылжып кетеді. Қанша турасасаң да жылжып кете береді. Сондықтан әдемілеп бір туралап аласыздар.
Оның бетіне дәке қоясыздар, немесе мата, бөз. Мен бөз пайдаланам көп жерде өтекке. Бумен өтекті басып, оюдың үстін бумен басасыздар. Өтекті жылжытпайсыздар, үстінен жаймен бумен басып өтесіздер. Әйтпесе оюыңыз жылжып кетеді. Осылай бұрышының барлығын бір өтектеп аласыздар. Жаймен бұрыш-бұрышына итеріп отырасыздар, бұрышынан төмен қарай өтектесеңіздер, оюларыңыз астындағы поролонның бетіндегі клеймен матасы жылжып кетуі мүмкін. Жаймен аласыздар. Бәрін бір қарап өтесіздер. Шеті артылған поролон, жаңағы паутина болса, шетіндегі мата артылып тұрса, қиып өтесіздер. Бәрі теп-тегіс болу керек. Осындай әдемі болды. Енді астыңғы жағын тағы бір өтектеп шығасыздар. Астыңғы жағын бумен бір өтектеп жібересіздер. Бұрыш-бұрышына өтекті тақайсыздар. Ыңғай келсе, жаңа өтектің табанына паутина жабыспайтындай қыласыздар, өйткені өтектің түбінің бәрі білінеді. Сосын паутина жабысқан жағдайда қырмаңыздар. Тоққа қосылып тұрғанда ыстық күйінде керек емес матамен сүртіп аласыздар. Сол кезде паутинаның ізі кетіп қалады. Осындай болды. Енді бұны тігеміз. Менде жанау машина осындай 3 функциясы бар. Ортасындағы, мына шеткі жағындағы ол оюдың ұзындығы, тігістің ұзындығы. Ұзын қысқа болады ғой тігіс, соның ұзындығы. Мен бұл жерде 4-ке қоямын. Мына жерде шетте видеода көрінбей қапты, мына жерде 5-1-ден 5-ке дейін. Ортасындағы зигзаг сыға қоямыз. Ең шеткісіндегі алдыңғы жағындағыны, ол қадамы шақ дейміз, оны 2-ке қоямыз. Шетінен бастап тігесіздер, бұрышынан бастап лапканың ортасына кеп түседі, оюдың шеті. Ортасына кеп түседі. Ине бір жақ беті, иненің бір жақ беті ақ матаға оюдың үстіне түседі да, екінші жақ ұшы оюдың жегіне келеді. Мына қоңыр матаға, астындағы матаға жіп тігіс түскені көрінбей қалу керек. Кейде әрине көрініп қалып жатады, бірақ ыңғай келсе барынша шетін көрсетпеуге тырысасыздар. Мен мына жерде видео жанынан түскесін анық көрінбей қапты. Бірақ жаңағыда алдында айтып өткендей, каналымда оюды тігу, жапсыру деген видео сабағым бар. Сода барлық оюды қалай тігіледі, қалай паутинаға жапсырады, барлығы сол анық көрсетілген. Соған қарап, оюдың тігілу әдісін бір қарап алсаңыздар болады. Бұл жерде мен поролонды қалай пайдалану керек, поролонмен қалай тігу керек, сол әдісті көрсетуге тырысып жатырмын. Поролон бүктелмейтін болғаннан кейін өстіп шетінен бір жағын қолыңызбен айналдырып отырасыздар. Өстіп айналдырып келесіздер. Енді ішкі бет жағына поролон қисайып, қақиып кірмей қалады кейде. Сол кезде іш жағын шамалы қайырасыздар. Поролонмен 3D құрақ былайынша жаңағы бір көргенде қиын сияқты көрінгенмен былайынша жеңіл. Ондай қатты қиын емес. Жұмысы көп демесеңіздер, мына осындай қып қайырып жібересіздер. Өстіп қайырып қолдарыңызбен айналдырып итеріп отырып тігесіздер.
бұрышқа келгенде де айналдырып жібересіздер. Немесе жаңадан үйреніп жүрген кісілер болса, машинаны тоқтатып, бұрып барып тігуге де болады. Осылай айналдырып тігесіздер. Байқасаңыздар, мына жерде жіп көрініп жатқан жоқ. Жіп ақ матаның шетіне, бір жағы ақ матаның оюдың ішіне қарай тігіліп жатыр. Шетіне келгенде өйстіп жаймен көтеріп айналдырып алуларыңызға болады. Ең соңына келген кезде артқа алға бір тігісіп жібересіздер. Жібін қиып аласыздар. Мына осындай ою шықты бізде. Қарап отырсаңыздар, мінекей жектерінің бәрі анық тігілген.